Маржан терезе алдында отырып, мектептің бітуі жақындағанын ойлап терең күрсінді. Алда не күтіп тұрғаны бір белгісіз, қаржысы таусылғандықтан оқуға түсуді армандаудың өзі қиын еді. Әкесі тынбай ішімдікке салынған, анасы мүгедектігіне байланысты зейнетақы алып, үйді тазалап күн өтетін. Күн көріс үшін. Оның үстіне анасы да кейде араққа салынып кететін. Сол кездері Маржан оны әкесінен де көбірек жек көретін. Әрине, Маржан ата-анасын аяйтын. Қайта құру заманы келгенде, білікті маман болған әкесін зауыттан шығарып жіберді, өйткені ол ақаулы өнім шығарудан. Анасы фабрикада жұмыс істейтін, бірақ бір күні фабрика жабылып қалып, тіпті оларға жалақыларында. Міне, содан бері олардың өмірі қараңғыланып, жыл өткен сайын қиындай түсті. Маржан қашан жаңа киім кигенін де ұмытып қалды. Оның ата-анасы қазіргі заманның жаңа талаптарына ілесе алмады, қазіргі тілмен айтқанда. Ал оның сыныбындағы балалардың көпшілігі жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, дәулеті артқан отбасыларынан шыққан еді. Маржан, мұңайып қалдың ба? Ол басын көтерді. Бұл оның сыныптасы Ерлан еді. Ол сыныптағы адамдарды байлығына қарап бөлмейтін жалғыз оқушы болатын. Иә, міне отырмын, сынып сағатын күтіп. Мүмкін, бітіру кеші туралы бірдеңе айтатын шығар, деді Маржан. Ерлан оның қасына отырды. Мен онда күте тұрайын, үйге кеткелі жатыр едім. Маржан жымиып. Сен әрдайым осындайсың. Шынымен де бітіру кешінің қалай өтетіні саған қызық емес пе? Бұл сенің өміріңдегі жалғыз мерекең ғой. Қызық емес. Маған аттестатымды алып, осы оқу орнымен тезірек қоштасқаным әлде қайда маңызды. Мектептің бұрынғы мектепке ұқсамайтынын сен неге түсінбейсің? Ой, сен тым қаталсың. Негізінде біз әлі баламыз, және бізде мұндай ауыр ойлар болмауы керек. Бұл бәрі тым күрделі. Босаңсы енді, деді Ерлан күлімсіреп. Ерлан Маржанды баяғыдан бері ұнатып жүрген, әрдайым оған білдіртпей көмектесуге тырысатын, кейде бәл шәперетін, кейде балмұздақ немесе басқа да бір тәттілер ұсынатын. Оның өр мінезін жақсы білетін ол, Маржанды ренжітіп алмау үшін әрқашан өте сақ болатын. Онда бітіру кешіндегі бірінші би менікі ме? Деп сұрады Ерлан. Маржан күліп жіберді. Мейлі, тіпті бәрі сенікі болсын. Сыныпқа олардың мұғалімі кірді, оның артынан қалған оқушылар да бірінен соң бірі кіре бастады. Маржан алдағы мерекенің бағдарламасын тыңдап, іштей қуанып кетті. Ол мұндай керемет кешті мүлде күтпеген еді. Содан кейін Мария апай кімге не істеу керектігін бөле бастады. Маржан өз кезегін күтті, бірақ оның аты аталмады. Мария апай, алмаған немен айналысуға болады? Деп сұрады Маржан. Мұғалім мұрнын шүйіріп, мен қайдан білейін сенің немен айналысатыныңды? Сен бітіру кешіне келуді ойлап жүрген жоқсың ба деп үміттенемін. Сен түсінесің бе, бұл мерекелік шара, ал сен сияқты кедейлерге онда орын жоқ. Аттестатыңды алдын ала алып кетуіңе болады. Маржан ұятынан қып-қызыл болып кетті. Ол сыныптағы балалардың күлкісін әлсіз естіп тұрды. Содан кейін ол орнынан атып тұрып, сыныптан жүгіріп шықты. Ерлан да орнынан тұрып, шығуға бет алды. Ермеков, сен қайда барасың? Мен саған әлі рұқсат берген жоқпын. Сен медаль алуың керек, және сен үшін арнайы бағдарлама бар. Деп оны тоқтатты мұғалім. Ол тоқтап мұғалімге тіке қарап. Сіз де, сіздің бағдарламаңыз да керек емес. Деді де есікке қайта беттеді. Мария апай қатты уайымдады. Егер жалғыз медаль иегері Ерлан бітіру кешіне келмесе, бәрі бұзылады. Бұл шараны дәл оның әкесі қаржыландырып, мұғалімдерге бағалы сыйлықтар уәде еткен болатын. Дереу қайт, деп бұйырды ол. Ерлан бұрылмай қолын жоғары көтеріп, бүкіл әлемге белгілі ымды көрсетті. Мұғалім есінен танып, орындыққа құлады. Сен әлі өкінесің. Бәрің өкінесіңдер. Сыныпта үнсіздік орнады, оны нашар оқитын ардақ бұзды. Мен түсінбедім, бітіру кеші болмай ма? Мария апай оған ашуланып қарады. Болады. Қазір есептейміз, қаншадан ақша жинайтынымызды. Сынып шулай бастады. Ақша жинаудың қажеті жоқ деп еді ғой. Ерланның әкесі бәрін төлейді.
Бұл не деген сұмдық? Біз көйлекке ақшаның бәрін жұмсап қойдық, деп наразылық білдірді оқушылар. Мария апай Маржанға қарады, бірақ үндемеді. Қайда баратынымды білмеймін, жұмыс тауып алармын, кейін сырттай оқуға түсермін. Мүмкін. Жүр. Ерлан терең күрсінді. Мен де сенімен бірге кетейін бе? Маржан оған таңдана қарады. Саған не керек? Кешкісін Маржан үйге қайтып келді. Анасы мен әкесі ас үйде отырып ішіп отыр екен. Маржаным, міне, біз кешкі асты ішіп отырмыз, кел, отыр деді анасы. Маржан есік алдында тоқтап қалды. Тыңдаңыздар, мен сіздердің осылай өмір сүргендеріңізден шаршадым. Ішімдікті себепсіз және себепті ішіп, өлімді күтіп, ешқандай мақсатсыз өмір сүргендеріңізден жалықтым деді ол ашуланып. Әкесі оған көз аларта қарады. Не? Қандай өлім? Біздің қалай өмір сүріп жатқанымыз ұнамай ма? Басқаша өмір сүргің келе ме? Бар, өмір сүрші. Сен бізді ғана ақымақ деп ойлайсың ба? Неге біз елдің басқа шетінде емеспіз? Айтшы маған, сендердің араққа қанша ақшаларың кетеді? Білесің бе, мені бітіру кешіне жібермейді, өйткені мен бәрі үшін жарлымын. Маржан ашуланып ас үйден шығып, бөлмесіне жүгіріп барды да сөмкесін ұстады. Сол кезде ол өзімен бірге апаратын ештеңесі жоқ екенін түсінді. Оның өзімен ала кетерлік киімдері жоқ еді. Қыз диванға құлап түсіп қатты жылады. Біраз уақыттан кейін қасына біреу отырды. Ол басын көтерді, бұл әкесі еді. Ол көз алдындағы бір нүктеге қарап отырды. Сен дұрыс айтасың, қызым, бәрінде де сенікі дұрыс. Мен әлсіз болып шықтым, түсінемін. Сен осының бәрін көрмеу үшін одан бетер ішкің келеді. Кет, егер саған бұл жер ұнамаса. Сен кез келген жер бұдан жақсы болады. Не айтқың келетінін білемін, бірақ әзірге тастай алмаймын. Мүмкін кейінірек. Міне, мынаны ал, бұл менде баяғыдан қалған, тіпті мас болуға да ақша жоқ кездерде болған. Бұл саған бірінші уақытқа жетеді. Кет деді, ол басқа ештеңе айтпай, орнынан тұрып ас үйге кетті. Ол жақтан, не отырмыз, неге құймаймыз? Деген дауыс естілді. Таңертеңгі автобус Маржанды туған ауылынан алып кетті. Кешке ол директорға барып, аттестатын алу үшін ауырып қалған тәтесі туралы бірдеңелер айтты. Директор жеңілдеп дем алғандай болды, аттестатын беріп тіпті сәтті сапар тіледі. Ал салтанатты бөлімнен кейін аттестаттарды тапсыру аяқталған соң, Ерлан да жоғалып кетті, оны ешкім іздемеді. Неге керек? Бастысы, оның әкесі келіп, бәрін төлеп, мұғалімдерге сыйлықтар берді. Қалғаны маңызды емес. 10 жыл өтті. Мария апай сәл толықсыған, бірақ әлі де 50-ге тола қоймаған әдемі әйел еді. Әсіресе жаңа еңбек пәнінің мұғалімі оған түрлі белгілер көрсетіп жүргендіктен әйел бақытты көрінетін. Әйел күйеуде болса да, осындай адамға тұрмысқа шығу оңай болмаған еді. Кәне, бәрі дайын ба? Әрине, бәрі жақсы көрінеді. Ең бастысы, көп әуреленбедік, біздің медаль иегеріміз Ерланның әкесі 10 жыл бұрынғыдай бәрін төлеп берді. Директор жымиып, сізге оқушымен жолыңыз болған екен. Ал Ерлан қазір қайда? Мария апай иығын көтерді. Ешкім білмейді. Бір әңгіме естідім, шетелде әйелімен бірге дейді. Бірақ меніңше, бұл тек қауесет. Қалғандарының бәрі осында болады. Мен тіпті анау бір, қалай еді өзі, Маржан Соловьеваға да айттым, дүкеннен кездіріп, әуелі танымадым. Әдемі киініп алыпты, жақсы адам сияқты болып кетіпті. Ал одан кейін не болғанын білесіз бе? Бұл маскүнем маған бір түрлі қарады, ақша қарызы бардай, тіпті жауапты қатпады. Иә, бірақ ондай ерекше адамдармен бүкіл көңіл күйді бұзуға болады. Бұлар жергілікті, осында қалып жұмыс істейтін адамдар еді. Ал енді мен өз оқушыларымды қарсы алуға кетейін деді Мария апай. Ол есік алдына шықты, ауа райы тамаша еді, олар сыныптастарының бәрін күтіп, содан кейін ғана ішке кіруге шешім қабылдады. Бәрі қуанып сөйлесіп жатты, қанша уақыттан бері көріспегендерін айтып, жаңалықтармен бөлісіп жатты. Кімнің баласы бар, кімнің көлігі, кімнің жұмысы бар.
Сыныптың бірінші сұлуы неге екені белгісіз, нашар көрінетін. Мария апай оған бұрылып: «Ақерке, сен неге сонша ауру сияқтысың? Өзіңді жаман сезініп жүрсің бе?» деп сұрады. Ол күлімсіреді. «Әзірге иә, бірақ ойлаймын, үстелге отырғаннан кейін денсаулығым қалыпқа келеді». Мария апай аша арақ иісінен селк етіп, абдырап қалған күйде өз шәкірттеріне көз жүгіртті. Ана жақта Азамат тұр. Ол өте белсенді бала еді, әрдайым оған бәрін баяндап отыратын, ал қазір денесі татуировкаға толып, арық, сұрықсыз болып кеткен. Оның түрмеде отырып шыққанын естіген. Мария апай қазір оның сыныптастарына 3 баласымен арақ ішетін күйеуі бар екенін айтып шағымданғанын естіді. Иә, бәрі де ешқандай жетістікке жете қоймаған сияқты, бірақ бәрі өзгеріпті. Ал енді кетеміз бе? Ерлан болмайды ма? Ал Маржан ше? Ерлан болу керек, сіз дұрыс айтасыз, тағы біраз күте тұру керек деп Мария апай сөзін аяқтай бергенде, мектептің алдына әдемі шетелдік көлік келіп тоқтады. «О, біздің медаль иегеріміз келді», деді ол, бірнеше баспалдақ төмен түсіп қатып қалды. Көліктен шынымен де Ерлан түсті. Ол жолаушылар есігін ашып, жас әйелге шығуға көмектесті. Біреулер тамсанып қалды. Ол Марго ғой. Қалада қандай да бір керемет косметика шығаратын. Ол барлық жарнамада бар. Дәл солай, ал бұл біздің Ерланның әйелі ме? Тоқтаңыз, Марго. Ол сізге ешкімді еске түсірмей ме? Бәрі тынып қалды, ал жұп жақындап келе жатты. Мария апай әйелдің бетін мұқият қарады. Иә, тегімен ақшасы бірден көрініп тұр, қазір оны қоршап тұрған ақымақтар сияқты емес. «Сәлеметсіз бе, Мария апай?» деді әйел. Мұғалім қатты таңғалды, бұл қандай да бір таныс дауыс еді. Ол жымиып Ерланға бұрылды. «Ерлан жан, сені көргеніме өте қуаныштымын. Бізге өзіңмен бірге келген қызды таныстырасың ба?» Ерлан күлімсіреді. «Ой, таныстыруға тура келеді деп ойламаппын. Сіз оны әлі ұмытып қалған жоқсыз ба?» Жас әйел жымиды. «Қайырлы күн тағы да, Мария апай. Сізді көргеніме қатты қуаныштымын деп айта алмаймын. Бірақ сізсіз кездесу кеші өтпейтін еді. Мен Маржан Соловьевамын». Бірден тыныштық орнады. Ол шынымен сол ма? Ол сондай өзгерген бе, әлде сіз адамға көңіл бөлмей, тек киіміне қарап баға бересіз бе? Мұғалім ыңғайсызданды. «Жоқ, не дейсіз, жай сіз білесіз ғой», демеуші болды. Ол кеште бәрі дұрыс болғанын қалады. Алдында демеушінің баласы тұрғандықтан Анна тілін тістеді. Ал ол, әрине, ешқандай тілектердің болмағанын білетін. Мария апай шапалақ ұрды. «Бәрі келді, енді атап өтуге болады. Бәріңізді акт залына шақырамын». Ерлан жыртқыштықпен күлімсіреді. «Кешіріңіз, Мария апай, бүгінгі мерекенің демеушісі менмін, және сізбен бір үстелде отырғым келмейді». Ерлан мен Марго оның жанынан өтіп кетті, содан кейін қалғандары да. Мұғалімнің көзі акт залына қарай кетті. Ол есік алдында жалғыз өзі қалып, аяғына қарап абдырап тұрды. «Иә, жағдай қиын. Сен оларға не істедің сонша?» деп Мария апай селк етті. Қасында еңбек пәнінің мұғалімі тұр еді. Ол қолын бұлғады. «Айта берсең көп. Ал мен ешқайда асығар емеспін. Егер сіз асықпасаңыз, менің шеберханамда бір бөтелке шарап ішіп, сізбен не болғанын талқылауға болар еді». Мария апай жабылған есікке тағы бір қарап қолын бұлғады. Ол дәл осындай сәтті қанша күткен еді, бірақ қазір өзінің ренжіткен адамын моралдық тұрғыдан жеңген кезде ешқандай қанағат сезбеді. «Ерлан, мен өзімді өте нашар сезініп тұрмын, ластанғандаймын. Қане, оны шақырайық. Ол енді келмейтін шығар. Мен көрейін. Сенімен билеуге болады ма, Маржан?» «Ой, не сұрап тұрсың? Мен қарсы болмайтынымды білесің ғой». Мария апайды көп көндірудің қажеті болмады. Мария апай жылап жіберіп, Маржаннан ұзақ уақыт бойы кешірім сұрады, ал ол басын изеп, мұғалімінің дәл өзіндей қадам жасамағанына іштей қуанып, жеңілдеп қалғанын сезді.
Кездесу керемет өтті, ал Ерлан ақыры 10 жыл өткен соң да ең әдемі бітіруші қызбен билей алды.